Құрметті қазақ елі, ел жұрт ұрпақ мал жан аман ба? Мен бүгін мына бір кішігірім бір бейне жазба жасап жатқан себебім, соңғы уақытта мен Қазақстан көп жерінде болып келдім. Сол кезде бір өзіміздің қазақ ұлтымыздың сөздерін байқап жүрмін. Мысалға, әдебиеттерде қияр дейді, бір жерде жуа дейді. Бізде енді оңтүстікте және көрші елдер болғаннан кейін пияз деген сөздер кетіп қалады. Жарайды, бұл енді мынау бізде біреуге жақсылық жасса, ризашылығыңды айтасың. Енді біздің КСРО кездегі біздің мұсылман енді ғалымдарымыз кітапқа жазып жеген рахмет, рахмат деген сөздерді. Содан кейін мына парсы тектес ұлттардың, тәжік, ауған, ирандардың худо деген сөзін біз ай қосып, құдай деген сөздер қосып жеген. Ал енді бұл мысал ретінде айтып отырмын ғой. Енді алғыс деген сөзге және біреуге ризашылығымызды айтатын кезде, біздің мынау батыс Қазақстанда, Маңғыстауда біреуге бір жақсылық жасасаң, сау бол деген сөз айтады. Бұл не деген сөз? Мысалға, орыс тілінде аударатын болсақ, сау бол, будь здоров деген сөз. Түшкірген кезде, мұрның қышқырып түшкірген кезде, будь здоров деп айтып жатады ғой. Бір тұмау болған кезде, бір түшкірген кезде, бір пысылатқан кезде, кешіріңіздер, енді бұл түшкіріп, сондай кезде ризашылықты айтатын сөз емес, біздің қазақтың сөзі бай ғой. Мысалға, біреуге жақсылық жассаң, ризашылығын білдіратса, мың алғыс деп жатады. Енді біздің халық осы түркі тілдес немесе басқа ұлттардың ішінде, мұсылман ұлттардың ішінде бата алуға тырысатын халықпыз. Ақсақалдарды тойға шығарып, бата беріңіз деп жатады. Бізде көп қой жаңа бата беретін дәстүрлерде, жаңа апаларымыз, әжелеріміз, аталарымыз осы сол себептен енді сол бата беретін сөзді де қосып, әрі жәндегі ризашылығымызды айтатын бір сөзді байду керек біздің саяси технологтар. Себебі біз Қазақстан Республикасының ішінде титул ұлт қазақпыз. Біздің жерімізде тұратқан мұсылман диаспора болсын, өзге диаспоралар болсын, мигранттар болсын, біздің қазақтың сөзі бай әрі көптеген мағыналы білдіретінді білдіру үшін біздің осындай саяси технологтар, ғалымдарымыз жақсылап тілді байтатын бір идеология жасау керек. Енді менің ойым бар. Ризашылығымызды айтып жатқан кезде мың алғыс деп айтып жатады ғой. Сол кезде сізге алғыс деп айтып, соңында жәндегі бата туралы қосып жеп, ұрпаққа бай бол деген сөз айтып жетсең, әрі алғысыңды айтасың, әрі батаңды айтып жесің. Біз қазақ ұрпақ үшін өмір сүреміз ғой, ұрпақ үшін бүкіл шашыламыз, той жасаймыз, сол ұрпақ үшін жүгіржеміз. Сол себептен бұл менің жәндегі пікірімді, ойымды бүкіл Қазақстанның жастардың немесе осы әлеуметтік желілерде барлық тик-токтан бастап инстаграмға болсын, осы пікірімді талқыға салуға, бір ой пікір салуға тарқатуды сұраймын. Негізі бұл ойланатын жағдай. Сау болыңыздар. Бауыр бүтін ұрпақ аман болсын. Міне тағы да бір қазақтың керемет сөзі айтылып жатыр.